Analı ekan. Dev ekan o'zi. Oh, yo-moyo. Samoqqa qo'yibman ku. Assalomu alaykum, hurmatli qozoqlar, hurmatli mening YouTube'da ko'rganlarim. Mana bugun sayohatchilik жасап ketib bora жатырмыз. Екі тазы бар, тұтаяқ бар. Қарашыққа мініп алдым. Ерца ауылымыздың маңында бір тоғай бар, сол тоғайға барып қазір бұйырған анды көреміз енді. Қандай аң бұйырып тұр екен бүгін. Ауа райы да бүгін тұман түсіп тұр да. Өткенде қар жауған, қардың бәрі еріп кетті қайтадан. Бұйырғанын көреміз енді. Мына ағамызға келдік. Қой бағып жүр екен. Ата кәсіп. Қой шаруашылығы. Қалай аға өздеріңізде? Болады, жақсы күнделікті кәсіп осы мал шаруашылық. Жүрген ғой. Ауылдамыз, базы жоқ. Қолиялық жерге қайырып жүрміз. Болады ғой, бұйыртса жер бар. Әрекет етсеңіз аласыз ғой жерді. Қар еркет жақсы болған шығар қойларға кішкене. Иә, мына қар түскеннен бері жақсылық болды ғой, суға жүгірмей. Суық су іше бергеннен кейін қар жеген жақсы суықта малдың. Шөпте жебеде мынау барлығы жақсы болып тұр қазір. Қазір енді осы ұзын сарға қарамайды ма? Алғы жердегі мына бітті көкті қуалап шаққылап жүрген. Жақсы. Ана жылқы сіздікі ма тоже? Яна менің атым еріп. Қоймен бірге жүре береді екен, е? Мына ат құйырса қоймен еріп жүреді ғой. Бұрын мынау еріп жүретін, биыл бұл ермей қойды, айғыр болып қайда жоқ, онысы соған шаққылап. Содан бұны мініп алдым, бана екі жүрмей. М деген тамбасы бар екен. Иә. Өзіміздің қазақи қолда, ға? Иә, мұнан жақта бір жігіттен сатып алған, тайгөнімді ойдалып көрейін деп. Тазы ұстағандарға айтқыз ол. Тұтаяқ деген тазы ғой, тазы. Өзіміздің Жетісудың көк қасқа тазылары. Анау мен тазым емес, ол анау жаңа ауылдан еріп алды, дастан тазысы ғой. Күшік екен ғой. Дастанда да бар ма? Болған осындай бір тазы, иә. Елік бар ма мына жақта? Елік Ана күндерде көрініп жүруші дейін жоғалды ғой. Қоян. Қоян шығады ғой анда. Қой бармаған жердің арайын кейсек. Қоян көп шығады. Осы биыл қоян бой көрсетпейді ғой. Кеше бір түлкі. Андағы жерді қоймен еріп төмен барып, мен қайта қайтқанда арғамызға түсіп кетті. О, мұны молодец. Қарашық. Андағы бір көкпарға салмағасын бекітті ғой. Салдым ғой көкпарға. Алдың ба? Енді жемін шөбін аямай береміз ғой. Көшкен тал алып кеткен болды қасқайғырда. Қасқайғыр көшкен талға бұйырды. Кім деген алды егерде? Нұрлан деген. Нұрлан деген кісі тұп алды. Нұрлан қайсың? Бір сар ма? Білмеймін. Оралман жігіт пекен, жерлік жігіт пекен? Жоқ, жерлік. Жүгенді өзіңіз жасағызса, қайсыстан? Еміне
келгенде бұл заводта тоқ қайыстар жатыпты ғой. Иә. Содан Нүсіпбай бір қалыңдауынан есеп қойыпты. Қарат ол кезде жүген жүзіп қойып. Сол Нүсіпбайдан тіліп алып келіп жасаған. Қайыстан жасау керек еді, қайыс жоқ. Қайыс илемейтін болды, қазір үй сасып кетеді. Андай жылы қора бірдеңке болмай ма? Ол жазда болады, дәл осы күнде болмайды ғой, қатып қалады. Ола көмгі шіркіп кетеді ол бекер. Түлкі қарсақ деген бар ма? Түлкі бар екен, қарсақ. Осы жақта қарсақ бар ма? Бар. Осы жақтан қарсақ көрмедім, кеше түлкі көрдім андағы. Қызыл ма екен? Қызыл екен. Енді біреу Қозайдаровтың бұрышынан бүйтіп қайқайып жағалаған жерге біреу бір түлкі атып кетті кеше. Сүйрік алып жүріп, қайтқанда түсіп көрейді, ұмытып кетті сол қалды. Күшік түлкі екен. Оны неге атты, неге алмады білмеймін. Не бір адамдар бар ғой? Атып қалды ма бұлына келгенде? Болмайды ғой жөн жоқ атуға, анында киесі бар. Оны алса атса болады, алмаса атын не қылады? Иә, керегіне жаратса, терісін илеп атып, итпен алуға болады. Абылай дананың ешкімге зиян тиіп атқан жоқ ол андардың. Тышқан қаққаннан басқа. Тышқан, иә, тышқанды. Ол да бір санитар ғой кәдімгідей. Құлдоста күзге келіп жүруші еді, артынан біреу болып қапты, осынан шығып атынан бір күн бұрын мен бір сиырым жоқ болып осыны аралазым ішінен қашып шығып құлай кетті. Өткенде мен 8 елік көргем мына жерден. Ай соның түк өткен ғой. Өткенде қар бар жауды ғой? Онда бар екен онда. Бергеле, жат. Ей, Кет ей! Ей, кет! ат Мына ағашты қараңыздаршы. Жиде ғой, жиде. Тамырын қараңыздар қандай. Мына бетін су шайып кеткен. Қалай өскен, ә? Тура бір. Мультфильмда да қалай болып тұр ғой. Алла кірсе жетіп қалдық. Өзеннің арнасымен келе жатырмыз. Түлкі бірдеңке шығып қала ма деп. Түлкілер негізі осындай арнамен тығылып жүреді ғой. Ағашында өзінде қарқалары тұр. Жемтік па бірдеңке жатыр ғой. Сонда жетен шығуы мүмкін түлкі. Мына жағымен жайық. Таза ар жағымен кетіп баратыр. Қара. Молодец. Тұттаяқ, қарашық. Кәз. Кәз көріп алайық, кіреміз. Бір елікті қуалап келдім. Қынсылап тұр. Жете алмағанын жынданып тұр ойым. Я. Так, сіздерде қалай болып жатыр? Анжылық. Анжылар бар ма? Мен подписчиктерім ішінде ютубта комментарияға жазып отырыңыздар. Ел қалай ан. Біз күнде шықпаймыз ғой енді. Анда-санда шығып тұрамыз. Қол босаған кезде жұмыста боламыз 5 күн. Сенбі, жексенбі үйде боламыз. Үйдің жұмыстары бар. Солар бос уақыт болғанда шығып тұрамыз сізді. Табиғат аясында. Үйде жылқылар бар, жылқыға қараймыз.
Жақсы негізі осылай табиғат аясына шығып демалып тұрыңыздар. Бір серік қаласыздар. Атқа мініп, ит жүгіртіп, ан алмасаңыздар да демалып қайтасыздар ғой. Демалыстың өзі бір бөлек. Бізде ана жақта негізі қырғауыл, шіл бар, елік бар. Основном сол аңдар кездеседі. Бұрын қасқыр көп болатын, қазір қасқыр азайып кетті, қасқыр жоқ. Бағана бір кісімен сөйлессем, көршісінің қойынан шауыпты қасқыр. Енді келген қойдым. 5 күшігімен жүр дейді. Бізде емес, бізден төмен 20 километр жерде. Таңғы сағат 4-те өткенде боранда қойына шауыпты. 5-6 бас қойын жарып тастапты. Ана шешелері күшіктерін ауыздандырып жүр дейді, кәдімгідей. Күшіктеріне лақтырып береді дейді кәдімгі. Оларды да үйретеді ғой, даланың заңы. Қалай табиғат. Өзім өмірімде бір-ақ рет кезіктіріппін қасқырды. Бір-ақ рет. Негізі анды көп ата беруге де болмайды. Анның да киесі бар ғой. Анның киесіне тиетін болсаң жаман дейді ғой, үлкен кісілердің айтуы бойынша. Бұйырғанын атамыз енді. Бізге естіп атқа мініп жүріп қайтсақ та жетеді. Алдағы уақытта қар жауса жақсы видеолар саламыз ғой. Әлі балыққа барамыз, әлі мұз қатпай жатыр көлде. Әні кетті бір қырғауыл. Әні кетті қырғауыл. Даланың сәндері ғой. Міне тағы кетті, мына жерде жайылып жүр екен қырғауыл. Қазір алдымыздан алыстан ұшып отыр. Жақыннан ұшса біреуін атып көреміз. Балыққа барып балық ұстаймыз, мұзды тесіп. Оны өзі бір рахат. Балық ұстап миын тынығып қайтады. Дұрыс қар жаумай жатыр, қар жауса тазыны жүгіртеміз ғой. Тазымызды сынаймыз енді. Түлкіге саламыз. Шакал бар бір жақта. Қазақшасы қалай, қорқау қасқыр дей ме? Шакалға саламыз. Комментарийға жазып отырыңыздар. Аңшылар, кімде қандай тазы бар, тазымен алмасайық. Күшік алмасайық, алла берсе алып келемін. Алматы жақтан бір жақсы ұрғаш тазы. Жақсы ғой өзіміздің. Жеті қазынаға кіреді тазы деген. Тазыны дамытайық. Опа. Әлі көрмей қалдым. Мылтықты алып үлгермей қалдым. Осындай қамыс жиде бар міне. Қырғауыл шығып жидеге жайылады.
бір аяздан кейін жейде өзі піседі ғой, тәтті болады. Сол достар, маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар, қолдап отырыңыздар менің каналымды, дамыта берейік. Жан жақтан шушады қырғауылды. Менде осы күнге дейін 2 тазы, 3 тазы болды ғой. Үшеуі де жақсы тазылар болғандар. Мына тазыны күзде алып келдім ғой. Жүрімбай деген ағам бір сері тазы ұстайды. Сол кісіден алдық бір тазы. Алла берсе енді бір ұрғаш тазы алып келсек, қасына серік болады. Күшік аламыз. Ата алмадық. Атпадым да. Аналық екен. Қазір көреміз бұйырған. Бір қырғауыл атып алып кетейік енді. Тиемей кеттім. Қарашы ғаны. Сән болып тұр ғой, сән. Айтып тұрмын ғой, жерде қырғауылдың бәрі. Әдемі түсті. Тұра, әлшер. Үні. Бірінші қырғауылымыз Алла бұйырса. Ізіне қарасам не екен ғой? Дәу екен өзі. Петух. Өз оғыңмен аттың емесің? Ау. Жоқ, жаңа сенен алған оқасың. Жаңа мен суға алып кеттім де, әне салат кена түреді. Алла бұйырса бір қырғауыл алдық. Қанжыға майланды. Олан деген батырмын. Болашақ
охотниктер. Алишер деген охотник. Мына бір охотниктер. Ё-моё, мен алам. Здорово. Ага. Ах, бір қара қалды тағы да. Мында жатыр. Оны ала берсе екінші қырғауылымыз. Атты бауырыма мінгізіп қойдым. Ох, ё-моё. Самокқа сақ қойыппын ғой. Жарайды, бұйырмай тұр ғой. Декабрьдің 31-іне дейін лицензиямыз бар қырғауылға. Қырғауыл, қоян, кекілік бар ішінде 10-10 жасып береді. Ойлап қалмаңыздар. Заңсыз атып жатыр деп. Бәрі заңды. Негізі атпаған да дұрыс болды ма? Алар ана жақта жүр ар жақта. Бұтыра деген. Байқамасаң. Қалайсыз? Нормально. Әдемі кадрға келіп тұреді ана. Billah senden Allah'ın şoförü değil mi? Yeni yapıp koyadır. Şu şunun üstüne ateş verip kaldım. Kırağını sattın mı? Yok sor. Ateş gidip bu oyna. Zamokқа сақ қойып. Ateş düştü mü? Yok, tekti. Dұрыстап қойдым. Çok kadar көрсеттім. Ne acaba bağ koyun gibi çok çok mal kapı. Allah'ın üstü.